Бес өсекшінің хәлек болуы. Меккеде пайғамбармен өлерде өштескен 5 өлеңші болды. Олардың Алланың елшісімен жауласатын жөні бар еді. Себебі олар құрметті ақын атанып, той думанның сәні болатын. Құран түскелі олардың өлеңдері бұрынғыдай мақталмайтын болды. Одан бөлек пайғамбарға, ана шайырларға жоламаңдар, олар ауызбен айтқандарын өздері істемей, сайсалада сайрандап жүреді деген аят түсті. Осыдан соң кектенген өлеңшілер пайғамбарды жәдігөй сиқыршы деп өлең шығарып, тынымсыз таратуға көшті. Олардың ащы тілінен тамған улы сөздер пайғамбардың жүрегіне инедей қадалатын. Сабырлы мінезінің арқасында ғана пайғамбар өсек өлеңдерге әзер шыдайтын. Кейде көңіліне ауыр алып, күрсініп отырып қалатын. Бірде Жәбірейіл келіп: "Әй Мұхаммед, сен шынымен де сабырлы екенсің. Сенің басыңдағы халді көріп, менің өзім шыдай алмадым. Ана өлеңшілерге тықыр тақады. Өсек таратып, елді саған қарай айдап салған үшін Алла өзінің кек алушы деген сипатымен олардың желкесін қияды." Жәбірейіл: "Олар өсекші болса да өзімнің жерлестерім. Жүре берсе болмас па? Мен сабыр етіп төзуге дайынмын. Обал ғой," деп пайғамбарымыз жауап берген. "Олай болмайды. Ұлық Алла барлық пендесіне қалау еркін берген. Бұл дүниеде әркім өзі қалаған жолмен жүре алады. Дінде зорлық жоқ. Бірақ адал адамның арын төгіп, жала жауып, елді арандатып, оған айдап салуға қақылары жоқ. Сондықтан ұлық Алла саған, Мұхаммедке жала жауып арандатушы 5 өлеңшіні жазала деп маған бұйырды. Олардың күні аз қалды деп ескертті. Мейірімді Мұхаммед сонда да оларды жамандыққа қимай ет бауыры езіліп тұрды. Бірақ Алланың әмірі екі болмады." Жебірейіл сол түні Асуат есімді өсекшінің көзіне қарғыс таңбасын салды. Екінші Ас деген ақынның табанынан белгі соқты. Үшінші Әбжарыстың маңдайына бармақ басты. Сосын Харистің қарыны мен Уәлидтің жіліншігіне ен салды. Ертесіне Ас екі ұлымен түйе іздеп жүреді. Табанына тікен көрді. Тікенді алмақ болып әрекет етіп еді, ала алмады. Табанындағы біртүрлі таңбаны көріп, көңілі секем алып қалды. Кешке қарай табаны іріңдеп, жараға айналды. Ақыры ажалы сол жарадан болды. Екінші Асуат жұртты жинап алып пайғамбар туралы қылжақ өлеңдерін аспапқа қосып жырлап отырған. Кенет көзіне бір шыбын келіп тышып кетті. Ол мән бермеді. Түнге қарай көзі құрттап, екі көзі су қараңғы соқыр болды. Көздегі ірің миға шапты. Дертіне шипа таппай, 4 күнде топырақ қапты. Үшінші Әбжарыс атына мініп тойға бара жатты. Орта жолда мінген аты ақсаңдап қалды. Тексермек болып атының тұяғын қарап жатқанда, бір құс тура төбесінен ұшып өтті. Аты үркіп кетіп, иесін теуіп жібереді. Темірдей тұяқ қақ маңдайдан келіп тиді. Той жайына қалды. Есін жинап, өлігін сүйретіп үйіне келді. Таңға жетпей үзілді. Төртінші Харис сахарада қатты шөлдеп келе жатып, бір құдыққа тоқтады. Шыдамай борсыған суды ішіп қойды. Судың ішіндегі быжынаған ұсақ құртты байқамады. Сәлден соң қарны гөмпейіп ісе бастады. Орта жолда түйесінен ауып құлап түсті. Қарны жарылып өлді. Денесін қарға құзғын шоқып тастады. Бесінші Уәлид келе жатса, көшеде біраз жұрт жиылып, Мұхаммедті өсектеп қарқ-қарқ күліп тұр екен. Бұл да пайғамбар туралы шығарған соңғы өлеңдерін паш етпекке асықты. Кенет аяғы шалынып құлап, жіліншегін тасқа соғып алды. Сонда да ақсаңдап барып өсекші топқа қосылды. Оспадарсыз өлеңдерін оқып, елді таңғалдырып үйіне қайтты. Азанда аяғын баса алмады. Іштен шіріген сүйегі 7 күнде жанын қармап тынды.